Ассалаумағалейкум достар, міне таймлайнға да келіп жеттік. Таймлайн дегенде мынау біздің жұмыс істейтін орнымыз мінекейіңіз. Осы жерде біздер жұмыс жасайтын боламыз. Енді видеоны қазір біздер таймлайнға қоямыз. Міне мен дайындап қойдым. Ең бірінші таймлайнның настройкасын қараймыз, яғни баптаймыз. Сол жағында мынадай бір кнопка бар. Соған басып кірсек, бізде мынадай опция пайда болады. Мынаны бассақ біздерде міне мына жердегі таймлайн деген біздерде жазу болды. Тағы да басып көрсем, міне басам, қостым. Міне көрдіңіз бе? Бұрынғы ашқан таймлайндар біздерде пайда болды. Оған қоса міне мына жерде мынадай плюс деген белгі бар. Осыны бассақ, біздер қосымша тағы да таймлайн ашамыз. Титрдің отдельно өзінің жолағы бар. Оны ашу міндетті емес. Жай қарапайым видео трекке қойып тұрмын. Сол жерден де жасай береді. Одан кейінгі опция бізде дыбыстікі. Міне бассақ, бізде дыбыстың қандай дәрежеде екенін көрсетеді. Енді бұл монтаждың уақытында әрине бұл қажет болады. Бұны қосып қоямыз. Мынау дыбысты басатын екі бастан. Одан кейінгі төменге қарай түссек, мына бірінші кнопканы бассақ, видеоларды міне мынадай қылып ашады. Егер сіздің компьютеріңіз әлсіз болса, бұндай қосуды кеңес бермеймін. Өйткені бұл памятті көп жейді. Екіншісін бассақ, бұл кадрды тек қана басын, міне соңғы жағын көрсетеді. Одан кейінгі мүлдем бәрін жауып тастайды. Ыңғайлысы осы сияқты міне. Енді кімге қалай? Плейхедті үстінен жүргізсеңіз, бәрі үстінен көрініп тұрады мінекейіңіз. Төменге қарай түссек, дыбыстың функциясы. Видео жолақты үлкейтеміз, кішірейтеміз. Мынау дыбыстікі. Бірақ қозғайтын кезде енді бұл жерге кіріп жату міндетті емес. Оны жай мына мышкамен келіп мына бүйтіп тартсаңыз да үлкейе береді өзі. Клавиатурада shift'ні басып тұрып, скроллменен жоғарыға қозғасаңыз, міне ашады. Бұл бізде бүкіл видео дорожканың бәрін бірдей автоматически ашады. Одан кейін мынау әрбір дорожканы видео тректі замокқа қояды. Мынаны бассаңыз, қанша жолақ бар мына жерде видео трек, соның бәрін бұл замокқа қояды. Auto track selector. Егер де міне видеоныкін ажырататын болсақ, байқадыңыз ба? Өшірілді, бірақ астындағы дыбыстың бәрін қозғап жіберді. Міне қараңыз. Өйткені себебі мына дыбыстың мынадай кнопкасы ажыратылған жоқ бізде. Auto track selector. Кейін қарай қайтарамыз операцияны. Мінекейіңіз дыбыстыны айырып тастаймыз. Міне екеуі де ажыратылған. Енді қараңыз, өшіремін. Ол кезде қозғалмайды міне. Егер де біздер кесетін болсақ, кнопка S-ті бастым, өшіреміз, жылжиды. Егер де мынау ажыратылып тұрса, мінекейіңіз. Байқадыңыз ба? Міне бәрі жылжып кетті. Сондықтан да осы кнопкаға абай болу керек монтаждың кезінде. Мынаны өшірген кезде клавишадағы delete емес, мына кнопканы өшіреміз. Backspace деген кнопканы өшіреміз. Сол кезде ешқайсысы да қозғалмайды. Мінекейіңіз. Таймлайн ашуды білесіздер. Мына кнопкамен ашамыз мінекейіңіз. Немесе екінші тағы бір вариант бар. Оң жағында мынаны бассақ, үстінде біреу, астында бір таймлайн. Фильмді жасаған кезде, орысшадан қазақша аударған кезде сол кезде ыңғайлы болмаса, так бұлай ыңғайлы деп айтылмаймын. Үстіндегісін түртеміз, X-ті басамыз міне. Мына екі ортаға эффект қоятын болсақ, мына жерге басып, бір екі рет баспасаңыз да болады. Бассаңыз өзіңіз автоматты түрде қояды. Достар, инспектордегі кнопкалармен жұмыс жасайтын боламыз. Монтаждың кезінде қалай пайдаланамыз? Кнопкаларды басамыз, жылжытып алдағы қарай. Міне бізде осындай бір оңай бір анимация. Қойған кнопкаларды біздер қайдан көреміз? Міне мынаны басамыз да. Ішіне кірдік. Ішіне кірсек, мынадай біздерде функция бар міне. Мынаны басып, біздерде осындай бір мұрт пайда болады. Ол жерде де сондай мұрт пайда болады. Енді қараңыз, қандай плавно жұмсақ қозғалыс бар, иә? Байқадыңыздар ма, достар? Мына кнопканы бассақ, мінекейіңіз. Барлық эффектіні ажыратып тастады мінекей. Стрелканы бассақ, біздің міне барлық анимациямыз көрсетіп қойған мінекейіңіз. Одан кейін тағы да бір функция бар мына жерде. View Show Duplicate Frames деген. Егер де сіздерде кадр қайталанып тұрса, сізге айтып тұр, мына кадр сіздерде қайта қайталанып тұрды. Мынадай бір қызық функция бар. Show Playhead Shadow. Мына Playhead'тің екі жағынан екі фон пайда болды. Бұлай 5 секунд, бұлай 5 секунд. Бұл қай кезде ыңғайлы? Слайд-шоу жасаған кезде лезімін алып мына жерден қиясыз. Монтаж кезінде мынадай біздерде нюанс болады. Видеосы қалып қойған, дыбыс алдыға жылжып кеткен. +4, но -4. Бұны қалай бір-біріне теңестіреміз? Операцияны кейін қарай ауыстырамыз. Немесе мына жерге келіп, мышканы оң жағын басамыз. Move into place. Видеоны дыбыспенен теңестіріп қойды. Мына видеоның егер дыбысын қозғайтын болсақ, альтты басып тұрып, мынадай значок пайда болады. Өзін қозғай беруге де болады. Егер альтты жіберіп қалсақ, ол кезде операция тоқтайды.
екеуі біріне бірі айырылмайды. Тек альтты басып тұрсақ қана қозғай аламыз. Видеоны да солай, альтты басамыз, видеоны қосаймыз міне. Бұлар бір-бірінен ажыратылмаған. Өткен сабақта мен сіздерге көрсеттім. Міне сурет тұр цептің екеуі. Звуктың шетіне тақасақ, міне мынадай біздерде белгі бар міне. Метка сияқты. Соны мышмен басып бір тартсақ, біздерде мынадай дыбыстың плавно басталу функциясы тұрады. Мінекеңіз. Видеода да сондай. Шетіне келсек, мінекеңіз. Қара фоннан басып. Дыбысты да сөйтіп істеуге де болады. Осылай қоюға да болады. Альтты басып тұрып қозғалсақ. Басып тұрып жіберіп қоямыз альтты. Бүйтіп былай да жасауға болады мінекеңіз. Эффектіге кіреміз. Міне переходты аламыз. Екі ортасына міне қойып жіберді. Сонда екі ненің дыбысы байқалмайды, байқадыңыздар ма? Одан кейін достар, біздер мына видеоны жылжытатын болсақ бір жерге, байқадыңыз ба? Мына видеоны өшіріп кетті міне. Бұл видеоны қоятын кезде өшірмей екі ортасына салатын болсақ, ол кезде міне біздерде осы екі ортаға видеоны қоятын боламыз. Контролды бастым, Shift-ны бастым, мына видеоны келіп, мына жерге қоямыз. Шлемнің асы міне біздерде байқадыңыздар ма? Осындай жақсы функция бар. Біздің бұрыннан келатқан функция бар, ол Ctrl-S пенен Ctrl-V. Мына файлды біздер копирование жасадық. Мына екінші дорожкаға қоятын болсақ, мына кнопканы сөндіреміз, мынаны да сөндіреміз. Міне екінші дорожкамен мына жерде дыбыстың екінші дорожкасы қосылып тұр. Ctrl-S, Ctrl-V. Одан кейінгі үшінші дорожкаға қоятын болсақ, мынаны екінші дорожканы сөндіреміз. Мына айтқанда екінші дорожканы сөндіреміз. Бізде қосылып тұрғаны үшінші дорожка. Мінекеңіз. Мына видеодан видеоға тез-тез секірту үшін клавишадағы стрелканы басып, астыға қарай басып секіртіп атырмын. Жоғарыға бассам, кейін қарай. Үлкен проектімен жұмыс жасаған кезде, мына таймлайнда біздерде видео өте көп болады. Ол видеоның қайсы керек емес екенін біздер кейде байқамай қаламыз. DaVinci Resolve программасында мынадай бір функция бар. Таймлайн, Clean Up Video Track деген бар. Соны мына үшіншісіне кіріп, кез келген бір түсті таңдаймыз. Программа айтып тұр, мына екі видео материал босқа тұр, ешқандай пайдасы жоқ бізде. Міне өшірген кезде, осы жерде міне абай болыңыздар. Мынаны өшіретін болсақ, Delete пен емес, Backspace пен өшіреміз. Міне өшіреміз. Егер де кейін қарай қайтарам. Delete пен өшіретін кезде мыналардың бәрін ажыратып қоямыз. Ажыратып қойдым. Достар, мына монитордың астында, мына бассаңыз мынадай функция бар бізде, трансформ. Былай қозғап көрсеңіздер болады. Одан кейін crop. Осылай да болады. Кропты мына жерден қозғағаннан гөрі меніңше мына жерден қозғаған дұрыс сияқты, ыңғайлы, кімге қалай. Келесі функция ол Dynamic Zoom. Оны мына жерден қосамыз. Міне астынан қостық. Қызыл рамка тұр сыртында қошаулы. Одан кейін жасыл рамка. Осы жасыл рамка қай жерде тұр? Сол жерден бастап қызыл рамкаға қарай қозғалысы болады бұда. Қашықтайды, қысқаша айтқанда. Плавно сондай қозғалыс пайда болды бізде. Егер де мынаны бүйтіп үлкейтетін болсақ, баяу қозғалыс болады бізде. Негеңіз. Одан кейін мыналарды енді эффектіні пайдаланған келген кезде нетеміз. Мынаны Fusion'да да сондай. Одан кейінгі мына Annotation деген. Белгілі бір кадрге сызып көрсетуге болады. Ол үшін M-ді басып маркерді қоямыз. Осы маркер тұрған жерге тек қана бір кадрге ғана қоя аламыз. Алдық. Мысалға, мына жерде бүйтіп түрттік деп айталық. Мына жерге мынандай сурет салдық. Енді басқа кадрды қараймыз. Ол жерде болмайды. Тек қана қай жерде маркер тұр, сол жерде ғана тұрады. Бұл енді фильмнің кезінде бұл да қажет функция. Суретті салып, бірдеңені түсіндіретін болсаңыз, мысалға міне осындай қылып жасауға болады. Достар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше.